Ұлы жібек жолының ашылуы. Алғашқы кезде Ұлы жібек жолы пайда болмастан бұрын Орта Азия жерінде лазурит және нефрит сауда жолдары дамыды. Бұлардың мерзімі біздің заманымыздан бұрынғы 3-2 мың жылдық. Бұлардың аймақтары Шығыс Қазақстан жерінен шыққан жол Иранға, Мысырға, Қытайға, Сирияға дейін барды. Нефрит пен лазурит деген арнайы тастар, сол тастар, қымбат тастар, солар сауда арқылы қолданысқа енгізілді. Ұлы жібек жолы. Ұлы деген сөздің жібек жолының атына байланысты қойылуы бұл батыс пен, яғни Европа, шығыс пен арасын байланыстырды, Азия мен Европаны байланыстырды. Осы Ұлы жібек жолының мерзімі біздің заманымыздан бұрынғы 2 ғасырдың ортасында қалыптасты, ал біздің заманымыздың 15 ғасырына дейін Ұлы жібек жолы жұмыс жасады. Ең алғашқы Ұлы жібек жолы біздің заманымыздан бұрынғы 138 жылы Қытай императоры Уди батыс елдеріне алғаш жібек артқан керуен жіберді. Бұл тарихта Ұлы жібек жолының негізі қаланған жыл деп айтылады. Ұлы жібек жолы термині қашан пайда болды? Немістің ғалымы Рихтгофен өзінің Қытай атты еңбегінде осы жібек жолын алғаш рет термин сөз ретінде қолданылды. 6 класстың материалында 19 ғасыр деп айтылады. 11 сыныптың материалында 1877 жылы алғаш рет термин сөз ретінде енгізілген. Ұлы жібек жолының бағыттары қандай болды? 2-5 ғасырдың аралығында жібек жолы шығыста Хуанхеден басталды. Бұл Қытай жеріндегі өзеннің атауы. Сосын Қашқария, Ферғанаға дейін барып, одан Самарқан, Орта Азия, одан кейін Бұхара арқылы Сирияға дейін өтті. Ал 6-13 ғасырларда Сирия, одан Иран жері, Орта Азия, оңтүстік Қазақстан, Талас, Шу алқабы, Ыстықкөл, Шығыс Түркістан арқылы өтті. Сонда көріп отырмыз, оңтүстік Қазақстан мен Жетісу арқылы Ұлы жібек жолы өткен. Сонымен қатар Византиядан Дербент, қазіргі Әзербайжан жері арқылы өтіп, Каспий маңына дейін барған, одан ары қарай Маңғыстау, Арал бойы, оңтүстік Қазақстан жерін байланыстырған. Келесі, орталық Қазақстан аумағынан Шығыс Қазақстан мен Батыс Сібірге дейін жеткен. Сонда Ұлы жібек жолы Қытай жерінен басталды, ең соңғы нүктесі Византия арқылы Римға дейін барды. Сонда Қытайдан Римға дейін аралықты қамтыған екен. Сонда Ұлы жібек жолы Қазақстанның оңтүстігі Жетісу арқылы өтіп, осы Қытай мен Европаны байланыстырған. Енді біз Ұлы жібек жолының негізгі бағыттарын карта бойынша қарап көрейік. Міне алдарыңда карта тұр. Қазақстанның жер және Орта Азия жері қамтылған. Сонда Қытай жерінде Хуанхэ өзені арқылы Ұлы жібек жолы Ыстықкөлге келіп, екі бағытқа бөлінді. Бірінші бағыты оңтүстік бағыт, ол жол Орта Азияға қарай баратын бағыт. Екіншісі солтүстік бағыт, ол біздің Қазақстанға баратын жол. Яғни бұл жол келіп, Испиджаб қаласына келіп, екі бағытқа бөлінді. Біреуі оңтүстік бағыт, тағы да Орта Азия бағытына кетті. Ал солтүстік бағыты Сырдария өзенінің бойы арқылы, Сығанақ қаласы арқылы, Каспийдің солтүстігі арқылы, Батыс Қазақстан жері арқылы Европаға қарай шығып кетті. Ал енді жалпы мына Испиджаб қаласы арқылы жол Тараз қаласына қарай бағытталады. Сонда біз білуіміз керек, екі үлкен қаланы білуіміз керек болады. Біріншісі Испиджаб қаласы. Бұл Ұлы жібек жолының батысқа шығатын негізі қақпасы деген сұрақ туатын болса, Испиджаб қаласын белгілеп жібереміз. Немесе Ұлы жібек жолының батысқа шығатын аймақ деген сұрақ туатын болса, оңтүстік Қазақстанды жібереміз. Испиджаб оңтүстік Қазақстанда орналасқан. Осы Испиджаб қаласынан бір жол Тараз қаласына қарай келді. Міне көріп отырмыз карта бойынша. Тараз қаласы бұл Ұлы жібек жолының шығысқа шығатын негізі қақпасы Тараз қаласы арқылы өтті. Сонымен қатар Ұлы жібек жолының шығысқа шығатын қақпасы аймағы бұл Жетісу аймағы болып табылады. Тараз қаласынан шыққан жол осы
арнайы қасында Навакет деген қалаға барады, одан кейін Суяб деген қалаға барды. Ал Навакет арқылы Талхиз деген қала бар, міне сол қалаға келіп, мына жердегі осы Қапшағай су қоймасы бар, мына жерде соған қарай барды. Келесі Талхиз қаласы арқылы манағы екі оғыз Қаялық қаласына қарай келді. Сонымен қатар үшінші бағыты Қаялықтан арқылы Жоңғар Алатау арқылы осы Қытайға қарай барған екен. Ал орталық Қазақстанға мына Сығанақ қаласы арқылы Ақсүмбе деген қала бар, яғни орталық Қазақстанға қарай барды. Сонда Ұлы жібек жолы негізгі бағыттары ол бізде мына оңтүстік Қазақстан, одан кейін міне Жетісу аймақтары. Екі бағыт. Жетісу бағыты шығысқа шығатын негізгі қақпасы, оңтүстік Қазақстан Ұлы жібек жолының батысқа шығатын негізгі қақпасы. Міне бұл негізгі жолдар Қазақстанның оңтүстігі мен Жетісу аймағын қамтыды, ал орталық Қазақстанға осы оңтүстік Қазақстан жері арқылы, Сығанақ қаласы арқылы орталыққа ары қарай Батыс Сібірге барған болатын. Ұлы жібек жолының бойында қалалар. Жалпы оңтүстік Қазақстан бойында Жетісу жерінде өте үлкен қалалар қалыптасты, дамыды. Себебі бұл жерге халықтар өз тауарын сату үшін жібек артқан керуендерге сатты. Сөйтіп бұл жерде қалалардың санының өсуіне алып келді. Тараз қаласы Жетісуда орналасқан қала, Талас өзенінің бойында орналасқан. Ғалым Ибн Хауқалдың айтуы бойынша Тараз мұсылмандардың сауда жасайтын орны, Тараз көпестер қаласы деп аталған. Испиджаб қаласы оңтүстік Қазақстанда орналасқан, Сырдария өзенінің бойында. Махмұд Қашқаридың айтуы бойынша Сайрам Ақ қаланың аты, Ақ өзендегі қала деп аталған екен. Сонымен қатар кейін Испиджаб қаласының атауы Сайрам деп аталды. Суяб қаласы ерте орта ғасырда астана қызметін атқарды, Шу өзенінің бойында орналасты. 629 жылы Қытайдың Будда монахы Сюаньцзян осы Суяб қаласына келіп, қағанның жасыл жібек шапан кигендігін жазып қалдырған. Сауран қаласы оңтүстік Қазақстанда қала, Сыр бойында орналасқан. Әл-Мақдисидің айтуы бойынша Сауран 7 қабырғамен қоршалған үлкен қала. Яғни бұл қамал қабырғасы өте мықты, берік, биік қамал қаласы болды. Отырар қаласы бұл күміс өте көп болды. Күміс күмбесі табылған қала деген сұрақ болатын болса, Отырар қаласын белгілеп жібереміз. Ұлы жібек жолының тарихи маңызы. 1987 жылы ЮНЕСКО-ның арнайы шешімі бойынша Ұлы жібек жолын қайта жаңғырту жобасы басшылыққа алынды. 1996 жылы Ташкент қаласында үлкен бас қосу болып, соңында декларациясы қабылданды. Бұл декларацияның қабылдануына Ұлы жібек жолы арнайы басты нысан ретінде алынды. 1998 жылы біздің Қазақстан Республикасында жібек жолы тарихи орталықтарын қайта өркендету, яғни мана айтқан болатынбыз, оңтүстік Қазақстан Жетісу арқылы Ұлы жібек жолының бағыттарын қайта жаңғырту туралы мемлекеттік бағдарлама қабылданды. Ал 2014 жылы Ұлы жібек жолы ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра тізіміне енді.